Ассалаумағалейкум, баршаңызға құрметті көрермендерім, темір жолшылар, жол жөндеушілер, жол бапкерлер және болашақ жол шеберлері. Сіздердің назарларыңызға бүгін тағы темір жол жөнінде маңызды ақпаратпен бөліскім келеді. Ол ескертулер жөнінде болмақ. Өткен видеода да ескерту деген не және оның түрлерін айтсақ, мына видеода оның формасын айтамыз. Жалпы бұл ду-61 формасының бланкісінен тұрады. Ақ қағаздан жасалған және диагонал бойынша сары жолақпен белгіленген құжат. Бұл бланк локомотив бригадасына пойыз қозғалысының арнайы шарттары туралы алдын ала ескерту үшін беріледі. Онда жолдағы жұмыстар, жылдамдықты азайту қажеттілігі және машинистердің ерекше қырағылығын талап ететін басқа да жағдайлар туралы ақпарат қамтылады. Жалпы ду-61 формасы сыртқы көрінісі ақ бланкі диагонал бойынша сары жолақпен болады, бірақ қазіргі уақытта компьютерде немесе телетайп арқылы басылғасын сар жолақсыз бланкілерде қолданылады. Жалпы мақсаты машинистерді жолдағы жұмыстар, ақаулар, жылдамдықты төмендету қажеттілігі немесе пойыз қозғалысының басқа ерекше шарттарын туралы ескерту. Бланкты беру тәртібі. Бланк машинистке немесе оның көмекшісіне жеке беріледі. Ал қабылданғаны үшін станция кезекшісі қол қою арқылы растайды. Қосымша ақпарат: әр станцияда пойыздарға ескертулерді жазу кітабы ду-60 формасы жүргізіледі. Ол ескертулерді есепке алу үшін негізгі құжат болып табылады. Жоғарғы жылдамдықта және жедел пойыздар үшін ду-61 бланкісінде арнайы белгілер толтырылуы мүмкін. Бланк мазмұнына жауапты, оны бекіткен қызметкер. Барша көрермендерім, рахмет назарларыңызға. Барынша түсіндіріп жатырмын деп ойлаймын. Келесі видеода нақты 7 формада тұрады, соны айта кетемін. Каналға тіркеліп лайк басып ұмытпаңыз, ой пікірлеріңізді қалдырыңыз, сұрақтарыңызды қалдырыңыз, мен үшін бәрі маңызды. Жақсы күндерде кездескенше сау болайық.